менің арнама қош келдіңіз. Әріптесім Шарапат Болат қызының сабағынан үзінді ұсынамын. Тіл үйрету оңай кәсіп емес. Әр оқушының ерекшелігіне қарай әдіс тәсіл таңдап, ынталандыруды, шабыттандыруды талап етеді. Өзге ұлтқа қазақ тілінің байлығы мен қыр-сырын үйретуде қанаттарыңыз талмасын. Жыл мезгілдері тақырыбы бойынша тау шыңы әдісін әдістемелік қоржындарыңызға сала кетіңіздер. Қыста не болады? Жылы киінемін, аяз болады, Гам болады. тұмзақ болады, көмірсқа болады, қар жауады, жылы киінеміз, Жылы киінеді. Көктем қандай? қар ериді, ағаш гүлдейді, Ой, жарайсың, әдемі. қар жауады, Мына бірінші қар жауады. Тағы не болады? аяз болады, Аяз болады, тағы да жұмсақ болады. Тағы не болады? Қар жауады. Сендер не істейсіңдер? қармен қайнарсың, Аха, тағы көктем қандай? ағаш Ағаш гүлдейді, гүлдейді. Тағы шөп өседі, шөп өседі. Тағы құстар ұшып келеді, ой, жарайсың, тағы да сендер не істейсіңдер? жылы киінемін. Ура! Ал енді қараңыздар, Австралия жаңбырымен серік жұмыс жасайды, иә? Ал жаңбыр жауып жатыр. Жарайды, сергіп бар, жаңбыр жауды, үйге кіріп отырамыз, иә?